ар-рахим, ерекше мейірімді деген мағынаны білдіреді. Иман келтірген құлдарына, өзінің сүйікті құлдарына ерекше рахым иесі. Ар-рахим есімінің рухани пайдасы ол Алланың ерекше мейіріміне бөлену. Тек дүниеде ғана емес, ақиретте де рахым мен кешірімге жетелейді. Қиындықтан, жалғыздықтан арылтады. Өзіңді бір қорғансыз сезінгенде, мені кім қорғайды деген сияқты, бір жалғызбын ау деген сияқты бір сезімдер келеді, стресс болады адамда, шайтан уәсуәс салады. Алланың рахымын сезіну үшін осы есімді зікір етеміз. Жүрек жұмсарады, мейірімділік артады. Мысалы, адамды қатал мінез болса, қатал мінезінен, реніш деген өзі шариғатта ғана емес, қазіргі психологтар да айтады ғой, біреуге ренішін болса жолын жабылып қалады, жұмысын жүрмей қалады деген сияқты, бір қара энергияға толып қаласың деген сияқты. Сол осы ар-рахим есімді қайталаумен қатал мінезден құтыламыз, реніштен, кекшілдіктен құтыламыз иншалла. Және де ішкі тыныштық пен сенімділік береді. Алла мені ұмытқан жоқ қой, Алла мені көріп тұр ғой деген сияқты сондай бір жақсы ихсан сезіміне жетуге болады. Қалай зікір етуге болады? Я рахим деп 100 рет айтамыз. Саны 100. Әбжат саны бойынша 258 рет айтады екенбіз. Таңда немесе кешке тыныш жерде жүрекпен, шынайы ниетпен оқимыз. Я рахим, маған ерекше рахымыңды төге көр, қиындығымды жеңілдет, жүрегімді мейірімге толдыр, жалғыз қалдырма мені, кешіріммен қорғауында болайын, ата-анама, отбасым мен үмбетіне де рахым ете көр деп сондай шын жүректен дұға етсек, иншалла Алла тағала бізге көмегін беріп